есімім Гүлмира. Мен күз айында қатты ауырдым, жүрегім қысылатын, ауа жетпей, уже өліп қалады екен деп ойладым. Қатты қысылып, мен жүректен деп ойлап, қан сұйылтатын системалар алдым. Өйткені невропатологқа бардым. Невропатолог қан сұйылтатын системалар жазып берді. Олар көмектескен жоқ. Бір апта ғана әсер етеді. Қайтадан жүрегім қысыла бергендіктен мен осы мануалист Ермек жайлы естіп, соған келдім. Бірінші келгеннен ақ уже сүйегім омыртқаларымды тексерткенде, түзеткен кезде ертесінен тыныс алуым өте жақсарды, көмектесті. Сосын екінші приемға келіп, мүлдем жақсы, жеңіл болдым. Артынан физиосын алып, рахмет көп-көп. Көмегі жақсы тиді, әсер ететініне көзім жетті емінің. Мануалистің несі бөлек болады екен мүлдем. Адам айтқаннан басқаша емі өте көмектесті. Бас ауруыңыз да кетті? Менің басым айналатын, басым ауыратын, жүрегім қатты қысылатын, ауа жетпей кететін, мен уже ауа жетпей кететін ойлайтынмын, ол жүректен деп ойладыңыз? Оң қолым, сол қолым түгел үйіп қалатын. Қозғала алмайтын, үйіп қала беретін. Жүректен деп ойлайтынмын. Оның бәрі мына мануалистқа келгеннен кейін кетіп қалды. Өйткені мына адамның басында суық тигеннен бас сүйегі қисайып кетеді екен. Соның орнына қойды, арқамда сүйек шығып тұрады, ол да кетіп қалды, жоқ уже. Соның бәрі әсер етті. Мануалистқа барғаннан кейін тыныс алуым жақсарып, бас ауруым қойды, қолдар мүлдем ұйымайды. Кейде болатын, саусағым өзі үйіп жүретін, көшеде жүргенде. Оның бәрі кетті, қазір Аллаға шүкір, мүлдем ондай жоқ, жақсы болды. Керемет.